Сәлем достар, Кассолог YouTube каналында өсек емес бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның қонағы ерекше қонақ десек те болады. Өйткені белгілі кәсіпкер, белгілі бизнесмен, Қазақстандағы өте танымал бренд, яғни Сабыржан Айрин компаниясының дүкендер желісінің басшысы Рүстем Ермекбай мырза. Қош келдіңіз аға. Қайырлы таң. Әдемі. Бүгін жексенбі, әдемі көңіл күймен жүрміз. Ендеше әдемі көңіл күймен сұхбатты бастайық. Ең бірінші өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Сабыржан Айрин дүкенін білгенімен, оның басшысы туралы халық көп біле бермейді. Енді қысқаша айтатын болсам, мен жасым 29-да қазір. Мен 2006 жыл негізі Өзбекстанда Бостандық ауданы деген бар. 58 жылға дейін КССР-дің құрамында болған. Кейін долгосрочный арендаға Өзбекстанға беріліп, 91 жыл тәуелсіздік алғаннан кейін сол жақта қалып қойған. Бостандық ауданы, Қазақ ауданы, руым Қаңлы. 2006 жыл алғаш елшілігі арқылы, Ташкентте Қазақстанның елшілігі арқылы келгем. ЕНТ-ға жаңағы дайындыққа 8 ай. Мен сияқты 300 оралман келген Қытайдан, Монғолиядан. Сол жақта кім грантқа түседі, сол қалады Қазақстанда. Қалғандары кететін еді. Ол жақта дайындалып, ол жақта жақсы бір система өзім ойлап тауып методиканы дайындалудың. Соның арқасында грантқа түсіп, одан кейін университетте біраз методикалар болған. Ерекше, нестандартный. Өз кішкентайымнан сондаймын мен. Одан кейін жаңағы мына жаққа магистратураға түстім Казгуға. Кейін мен кішкентайымнан жаңағы армандамайтын жұмыс, армандамайтын ақша өз келе бастады. Келе бастағанда мен әрекет жасадым, өз болды да. Алматыда мынау үлкен халықаралық компанияда жұмыс жасадым. Астында көлік, жаңағы служебный машина бәрі бар еді. Бір аптаға ғана мен қуанышым созылды сол жерде. Өйткені мен жаңағы менікі емес екенін түсіндім. Бәрі жеткілікті негізі. Армандамайтын жұмыс болғанда маған оның үшін. Одан соң мен жаңа бизнес жайлы ойлай бастадым. Өзімді көрген жоқпын, өйткені мен жаңа генеральный директорге қарағанда сол компанияның. Ол 55 жаста еді, мен 24 жаста едім, 5 жыл алдым ғой. Оның табатын табысы менен примерно 10-12 есе көп еді, артық. Кейін қарадым, маған 25 жыл керек екен, өзімнің табысымды 10-12 рет көбейтуге. Маған ол статистика қатты ұнаған жоқ. Өте ұзақ. Сондықтан мен жаңағы бизнестің жолын 1,5 жыл сол жерде жұмыс істеп жүріп, күнде жаңағы бизнес план қараймын, идея қараймын, идеялар көп еді. Менің кішкентайымнан жаңағы ауыл шаруашылығында өскеннен кейін жаңағы тауық асырап, тауық көбейтіп, жұмыртқа, жаңағы инкубатормен соны ойлап, түрлі идея, анау қасымда жүрген жұмысшылардың жаңағы миын жеп, былай істесе қалай болар екен, былай істесе логотиптерді ойластырып, қызығы түнде жатам, бір идея келсе. Таңға дейін соны ойлайсың да, таңда уже таңға жақын сен бүкіл Қазақстанда жаңағы филиалдарын ашып тастаған боласың уже. Сенде жаңағы көп сотрудниктер, жаңағы жұмыскерлер жұмыс жасайды, бәрі мықты болып тұрады да. Жұмысқа барасың, все бәрі кетеді. Өзің қалпыңа түсесің. Тағы 1-2 аптадан кейін бір идея келеді, тағы сол қайталанады. Кейін бір күннің ішінде жұмыстан шығып кеткем. Үйлендім 2013-те, келіншегім Монғолияның қазағы. Үйленген, ол кісі де жақсы жұмыс жасайтын еді, Эйр Астанада. Ол кісінің де табысы жақсы еді. Үйлендікті мен кейін айттым, болмайды. Жұмыстан шығамыз екеумізде. Вроде ақылымыз бар, бәрі дұрыс. Бастап көрейік. Бір нәрсе істемесек, қазір біз жұмыс мешат етеді деп. Бір аптадан кейін үйленгеннен соң екеуміз де жұмыстан бір күнде шығып кеттік. Бизнесті бастадық. Ағылшын тілі курсы. 100 теңгемен ашылған курс. Ол мен көп ойлаған жоқ бұл жерде. Тек әрекет жасадым. Сайт жасадым. Сосын сайтта біз алғашқылардың бірі болып, Қазақстанда мен тегін мастер-класс дегенді мен алып келдім. Сол курста. Тегін мастер-классқа шақырдым. Жаңағы бесплатный доска объявления дейміз ғой, сол жерге жарнаманы беріп,
тегін келіңдер, я 2 сағат отырасыңдар, ұнаса қатысасыңдар, ұнамаса қатыспайсыңдар деп. Өзім методикам бар еді, мен өткен бірінші курсқа түскен кезде университетте сол жерде 3 айдың ішінде мен жетік меңгерген ағылшынды. Жақсы бір система ол. Сол системамен жаңағы конференциялар арендовать етіп, жалға алып 2 сағатқа о жерге жаңа 60 адамдай келді. Мастер-классын өткіздім, түсіндірдім методиканы, кейін айттым, предоплата қалдырыңыздар 50%-дай, келесі аптада сабақ басталады деп. Сонымен қалдырды 30 адамдай. Сол ақшаны алып жаңағы жүгіріп барып Абай Байтұрсыновадан офис жалдадым. Тағы сол аптада екінші мастер-класс өткізіп, предоплатаны жинап, мебель алдым. Бір айдан кейін о жерде адам сыйған жоқ. Кейін біз Тимирязев Манасада жаңа 300 квадратты алдық. Сонымен кейін 7 айдан кейін мен шамалы жалықтым ба, білмеймін, әйтеуір бір идея келіп, бизнес сатып көрейінші деп. Объявление бердім, жарнама, 8 адам хабарласты, бір адам алып кетті. Сол 100 теңгеге ашылған, уставной капитал 100 теңгемен ашылған. Кейін 33 мың долларға саттық соны. Одан кейін Сабыржан Айрин, менің қызым, қазір 4 жаста, ол 2014-те туылған. Сол курсты саттым, Айрин туылды. Біз Айрин туылудан алдын, курста жүрген кезде қыз болатынын білдік қой енді. Соған ерекше бір ат ойлап тапқымыз келді. Білмейміз қандай жұмыспен айналысамыз кейін, бірақ соны бренд қылғымыз келді. Өйткені бизнесте күш өте маңызды керек, энергия керек. Солай Айрин деп ізденіп Айрин деп қойдық. Қазақстанда ондай ат жоқ әлі. Сөйтіп, мен апрельде курсты саттым, майда Айрин туылды. 6 ай кейін мен қиналдым біраз. Өйткені жаңа сатқан ақшаға жер алып, жаңа әке-шешеме үй салып, кейін жұмыссыз жүрдім. Әрбір идеяны тағы қарап, көшеде пешком жүретін жаңа. Жаяу күнде пешком жүресің, қарайсың жарын-жарын. Әрбір бизнес анализ жасайсың. Сөйтіп, қыркүйекке келген кезде жақсы прям қиналып тұрған едім. Сол кезде көк базар дейміз ғой, қазір зеленый базар. Сол жақта жүрген кезде дүкен көріп қалдым. Распродажа деген. Ешқандай несі жоқ. Тек распродажа деп қойған, адам кіріп жүр. Ішіне кірсем, адам топырлап жүр, арзан бағалар. Сыртқа шықсам, шамаларда тағы бір дүкен распродажа болды. Тағы бір жағына қарам распродажа. Сол кезде білмеймін қайдан идея келді, егер мынаның ат ойлап тапса, фирменный пакет қойса, фирменный униформа қойса, ана конкуренттерден ерекшеленеді. И бұны егер адам топырлап осы жерде жүрсе, значит Қазақстанда да ашса болады ғой, бұны көбейтіп франшизамен. Сол идея келді, сразу ойланбай неге бастығына барып, мен өзім ақша жұмсап, саған жасап берейін бәрін. Сен не маған тек видео жасайсың деп. Солай келісіп, кейін мен өзімде дүкен жоқ, идея қағазда. Сөйтіп бірінші франшиза сатып, кейін сол ақшаға мен өзім дүкенім ашқан. Басында импортный товар болып жүріп, кейін 2015-те бір жылдан кейін қызық болған. Біз Айрин 1 жасқа толған кезінде семейный фотосессия жасадық Горький парктен. Сол кезде бізде жаңағы Кореядан Family Look бір келкі жаңағы киім, отбасылық киім. Соны Микки Маустың несімен, келбетімен. Соны киіп жүрген кезде фотосессияда адамдар былай қарайым көп жүрген еді. Бізге бүйтіп қарайды да, қызғады. Бір келкі киім бағамыз ғой. Ол 2015 жыл еді. Сол кезде маған идея келді. Егер осыны қазақи жасасақ, өйткені мен өзім Өзбекстанда туып өскеннен кейін, келіншегім Монғолияда туып өскеннен кейін, біз қазақтың ой өрнектерін қатты сағынып өскенбіз. Ондай жоқ еді бізде. Жаңағы ата-әжеміз, мамаларымыз, құрақ көрпе соларды ғана жасайды. Шапандарды анда-санда көресің, бірақ мына жердегі сияқты ондай көрмейтін едік біз. Сөйтіп, сол идея келіп тағын бастадық. Неде тәжірибе жоқ. Производствода мүлдем Айнабұлақта 50 квадрат гараж бар еді. Сол жерде 50 квадрат емес, 30 квадрат гараж. 2-3 машинка болған, ескі, Совет дәуірінен қалған.
сол жерде үйренгенбіз. Басында өте көп қателіктер болды, бірақ халыққа ұнады. Халыққа ұнады, жақсы қабылдады, қолдады, и біз тез дами бастадық. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, ОБТ-ға дайындалудың методикасы болды ерекше, ағылшын тілін үйренудің методикасы болды. Құпия болмаса оларды айтып өтсеңіз. Қызықты, мен бір системаны үйренгім келсе, бірінші тыңдаймын. Мен ағылшын тілін бірінші курсқа түскен кезімде, ОБТ-ға дайындалуды айтайын ба? ОБТ-ға дайындалған кезде, қысқаша айтып өтейін, мен келдім, бізде 8 ай уақыт бар. Біз Өзбекстанда өскен кезде 11 жыл басқа программамен оқыдық. Мысалы, Өзбекстан тарихымен оқыдық, Қазақстан тарихы жоқ еді, қазақ тілі жоқ еді, мен орыс мектепте оқығам. Жаңағы тағы басқа пәндер, қазақи грамматиканы біз білмейтін едік, үйренбегенбіз. И бізде 8 ай уақыт бар. Сонымен қатар біз мынау жергілікті осы Қазақстан туып өскен балдар, солармен бірге қатар конкурсқа кіреміз. И олар 11 жыл оқыған болса, осы системаны жаңағы сабақтарды бізге 8 ай дайындалу керек. И мен өзім өте жағдай төмен деп айтасам болатын шығар. Отбасынан өскен, бізде ең 18 жасқа дейін, 18-де Қазақстанға келген болсам, 18 жасқа дейін біздің отбасыда ең көп көрген бір-ақ рет ақша ол $200. Одан көп көрмегенмін. Мен мақсатым сразу оқуға түсу болған. Басқа маған қызық емес еді, өйткені мен оқуға түсерген кезде әке-шешеме айтқам, мен жаңағы елшілікке бардым, тест тапсырдым, мен Қазақстанға бара жатырмын оқуға деп. Ол кісілер мен кішкентайымнан самостоятельный болған. Ол кісілер 3 күннен кейін қайтып келеді деп ойладым мен. Ал мен есе 9 айдан кейін қайтып келдім. Кейін олар сенген. Сөйтіп сабаққа бардым, Қазақстан тарихы, не дейді, палеолит дәуірі, жаңағы тас дәуірі, соларды өтіп жатыр. Система мынандай, апай сабақ айтады, конспект жазамыз кітаптан. Кітап қолымызда тұр, конспект жазамыз содан 2 сағат. Конспект жазамыз, аптада 2 рет болады Қазақстан тарихы. Екінші сабақта сол жазғанымызды конспект айтып беруіміз керек. Айтып берсең, сен молодецсің, 5 қояды саған. Мектептің системасы. Кейін мен жаңағы талапкер қолыма түсіп қалып, қарасам, сол палеолит, жаңағы тас дәуіріне қатысты бірақ сұрақ бар. Біз 4 бет жазған конспекттен бірақ мынандай сұрақ келіп тұр. Ал біз анан қанша уақыт оны жазуға, сосын жаттауға, айтып беруге, қанша энергия кетеді, қанша уақыт, маған неэффективно. Сөйтіп талапкерді алып қарап отырдым, зерттеп. Талапкерде 30 вариант бар. Жоқ, 35 вариант бар бір талапкерде. Қазір аздау шығар. 35 вариант, бір вариантта 30 сұрақ болады. Сол кезде 1050. Әр жылы 1050 тест шығады. И варианттарды қарап отырғанда, сұрақтар, мысалы, бірінші вариантта келген сұрақтар 5-ші вариантта қайталанады, 7-ші вариантта қайталанады, 10-ші вариантта қайталанады. Солай. И мен жаңа жазып отырдым, қанша рет қайталанады екен? 90% қайталанады. Түсініңіз ғой, 90%. И мен сол кезде жаңа жатақханада жатып ойладым, анау Министерство образованияда біреу жылда жаңа тест ойлап отырған жоқ шығар деп. Кейін мен 2006-да оқуға түскен болсам, 2006-дан бастап 2005-тің талапкерін салыстырдым. 2005 мен 2006-ның. Қайталанады. Тоже. Жаңа бір 10 сұраққа қосылады, 10, 15, 20 сұрақ қосылады, болды. 2004-ті таптым. Кейін менің стратегиям бүкіл Түркістанда оқығам, Қазақ-Түркте. Неге Ескі қаласына келіп, осы жерде Ескі базарға. Жаңа көшеде орыс әйел кемпірлер сатып отырады ғой, ескі кітаптарды. Солардың арасынан жаңа талапкерді математикадан, география 4-ші пән болған, қазақ тілі, Қазақстан тарихы. Сол кітаптарларын бәрін жинап, деканатқа кіріп, жинаудан алдым. Деканатқа кіріп, в общем, мен өзім сатқам. Рүстем Ермекбай, мен сіздердің сабақтарыңызға қатысам, бүкіл сабақтарға, бірақ маған тиіспейсіздер, мен өзім дайындалам. Сіздердің конспекттеріңіз жазбайым, сізге құрметім үлкен, бірақ маған керек емес ол. Мен соңғы партада отырам, басқалар не істесе істей берсін, мен бірақ өзім дайындалам деп.
не дейді, контрольный тесттерге кірем, жаңағы результат көрсететін болсам, маған тиіспейсіздер деген. Солай келісіп, бүкіл мұғалімдермен келісіп, мен тек сол талапкерді жаттаумен өттім. Сен оқиын шығар, мысалы, бір аудиториядан екінші аудиторияға жаңа қоңырау болады ғой, сол жерде ауысасың, екінші этаждан үшінші этажға. Сол кезде де мен кітап қолымда жаңа жаттап жүремін. Университет, жатақханада университетке бару жолында жаттап жүремін. Күніне 3-4 сағат ұйықтайтын едім. Маған өзіме ұнайтын еді сол. Таңда ерте тұрасың, жаңа кейде сабақта бүйтіп ұйықтап қаласың, сілекең ағып, жатақханада тамақ дайындап жатырмын ба, кітапқа қарап дайындаймын. Тамақ жеп жатырмын ба, кітап. Дәретханаға барғанда да кітап болды. Түсінесіз ба? Ол жерде қанша 15 мемлекеттен келген студенттер оқыды. Ол жерде жаңа вечеринка сондайлар қызық болған, бірақ маған емес. Мен математика сабағынан кішкентайымнан жақсы меңгергем да математиканы, бірақ ана тесттерде кейбір сұрақтар 2 бетке математиканың шешімін 2 бет жазып отырасың, есепті. 2 бет жазып, минимум 20 минут уақытын кетіреді есепке жеткенше. Ал НТ-де 3 сағат уақыт барады. Сондықтан мен жаңағы математикаға да кірістім. Математиканың жауаптарын жаттап жүрдім, геометрия мен математиканың. Сұраққа қараймын жауап, сұраққа қараймын жауап. Қиындау, бірақ оңай несі. Бірінші вариантты жаттаймын, екінші вариантқа көшуден алдын бірінші вариантты тек тестке қарап жауабымды айтып отырамын. Кейін екінші вариантқа көшемін, екінші вариант жаттаймын да, екінші вариантқа көшу, не дейді, қайтарылудан алдын бірінші вариантты бір қайталап шығып, екінші вариантқа. Кейін үшінші вариантқа солай өтемін де, қайттан бірінші варианттан үшінші вариантқа кетемін. Солай 30-шы вариантқа келгенде мен бүкіл 30 вариантты қайталап, кейін 30-шы вариантқа кетемін де, сол бір талапкерді бітіремін, кейін екінші талапкерді аламын. Екінші талапкерді айтып, сөйтіп солай істеп жатқан кезде, апта сайын мен ана әр талапкер, жаттаған талапкерді қайталап отырамын. Апта сайын мида қалу үшін. Есептесем 33.500 тест мен жаттағам. Сол 8 айдың ішінде. Кейін апрельде жаңағы тест болды. Не дейді, проверочный тест дейді ғой. Мен уже барлық сұрақтарға жауап біліп тұрмын. Мен айттым өзіме, бүгін 120 бал аламын. Кірем, қазір 120 бал. Мен барлық сұрақты біліп тұрмын уже. Білмесем де мен жаңағы тестті қанша көп жаттап тастағаннан кейін білмейтін сұрақтар ең ұзын жауабы сол обычно верный болады. Немесе жаңағы методым алып тастайсың лишний варианттарды. Сразу миыңды ашпайсың да, мысалы мынандай сұрақ 4 вариант болады, 5 вариант болады тесттің. Мына точно тура келмейді, мынаны алып тастайсың, сенде сонда 2-3 ғана вариант қалады, соның ішінен кейін біреуін таңдайсың. Солай. Тест бітті, 120 бал емес, мен 120 бал уверен болып тұрдым, алағам деп, 119 бал деді. Мен келіспей оған деканатқа барып, мына жерде қате, давайте тексерейік, мен 120 бал алғам. Сөйтіп қазақ тілінен орыс тіліне енген сөзді табыңыз деп, мен жәшік деген сөзді, жәшік деп тұр. Соны белгілегем, сөйтіп қазақ тілін мұғалім шақырып, біраз не қылып, менікі дұрыс болып шыққан, анау талапкердің несі қате болып шыққан. Ағылшын тілінде де дәл солай болған. Бірінші курсқа түстім, маған стипендия керек еді, высший стипендия. Мен біреуден естіп қалдым, егер бәрі 5 болса, высший стипендия аласың деп. Бүкіл мұғалімдер кірдім, мен өзім саттым. Мен есімім Рүстем Ерікбай, мен 5-ке тапсыруым керек. Жаңа жарты жылда 5-ке бәрін тапсырсаң, высший стипендия болады. Бізде стипендия 6.000 теңге ме сондай еді, высший стипендия 7.000 теңге, 7.500 теңге сондай еді. Маған өте маңызды еді ол. Сондықтан мен бүкіл мұғалімге кіріп, мен егер 5-ке тапсыра алмайтын болсам, маған, сізде басқа выборыңыз жоқ деп былай бетіне айтқам да, маған 4 қоймайсыз, 3 қоймайсыз, маған тек 5 қойсыз. Егер мен жетпей жатсам, дополнительно жаңа реферат айттыңыз, басқа айттыңыз, қандай сабақ барып кел, шауып кел, любой нәрсені істеймін, бірақ маған 5 қойасыз деп. Сөйтіп, басқа бүкіл семестр басқалар сияқты оқып жүріп, олар мұғалімдер маған дополнительно ешнәрсе ешкім берген жоқ. Басқалар сияқты оқып жүрдім. Бірақ анау баға қоятын кезде менің аты жөнім олар сразу есіне түсіреді. Бәрі 5 кетті. Бірінші курсқа түстім, мен туризмде оқыдым, маған ағылшын тілі керек дедім. Біз мектепте, білмеймін, жақсы оқымадық ба әлде ағылшын тілі мен мүлдем білмейтін едім. Тек анау
I love you, goodbye, жаңағы Арнольд Шварценеггердің I'll be back деген мағынасын білмейміз, бірақ I'll be back деп жүретін едік. Сөйтіп ағылшын тілі үйренуді жоспар қойдым бірінші күннен жаңағы оқуға түстім ғой. И репетитор жалдадым. Стипендия бар, сағатынан білмеймін 300 теңге ма сондай. Репетиторға бардым. Headway кітабы. Кітаптан жаңағы түсіндірді, to be деген глаголды түсіндірді, кейін жаңағы тапсырма берді үйге. Мен үйге бардым, сол тапсырманы жасап отырып, кейін тықыта қалды маған. Қарасам, мұғалім өзінен бір нәрсе қосқан жоқ та. Кітапта не бар, соны маған түсіндірді, и сол упражненияларды маған берді, тапсырмалар. Кейін ойладым, онда мұғалім не қажеті бар маған деп. Иә, кітап болса болды ғой деп. Сөйтіп, бір-екі күн жүрдім да, кейін қайттан жатақханада ойланып жатқан кезде мен ойладым, мен қазақ тілін қалай үйрендім деп, меңгердім деп. И бәрін артқа қайтардым. Кішкентай балаға қарасаң, мен қазір қызым 4 жаста, орыс тілін, қазақ тілін, не дейді, судай біледі, жетік біледі. 3 жасында ол әліппені оқи бастады. Бірақ енді біз бұрын бірінші классқа түскен кезде әліппені оқыдық қой, қазір енді балдар шамалы тез дамып жүр. Басында сен еш нәрсені түсінбейсің, кішкентай бала еш нәрсені түсінбейді, ол тек тыңдайды. Жаңағы папа мамасын сөйлеген, ата әжесін сөйлеген, телевизорда не сөйлеп жатыр, радиода не сөйленіп жатыр, сол ақпарат қабылдайды, тек тыңдайды, еш нәрсе түсінбейді. Біраз уақыт өткен соң кейбір сөздер түсіне бастайды. Түсіне бастайды да, соларды ғана айта бастайды. Тағы біраз уақыт өткеннен кейін өзі сөйлей бастайды. Кейін тағы біраз уақыт өткеннен кейін еркін сөйлейді. Енді менің қызыма 4 жаста қазір, орыс тілінен болсын, қазақ тілінен болсын, сен қай шақты сөйлеп жатсың, жаңағы қай падежде сөйлеп жатсың, не дейді, етістігі қайсы, анаусы қайсы, мынау еш нәрсені білмейді. Еш нәрсені білмейді, грамматически. Бірақ еркін сөйлейді. Өзінің ойын жеткізе алады. Мен соны түсіндім де, маған да ағылшында тура сол методика керек дедім. Кішкентай бала қалай үйренеді, мен де дәл солай үйренемін. Мен бүкіл грамматиканың алдында жинап тастадым. Бірінші этап менде тыңдау болды. Мен жаңағы ағылшын тіл сериалдар оңайлау, жаңағы ертегілердің көп сөздері қолданбайсың. Өмірде қолданады. Мысалы, үйде сөйлесіп жүргенде күнделікті қолданатын сөздермен бала тыңдайды. Ол жаңағы научный еш нәрсе тыңдамайды. Ауызекі кәдімгі разговорный стиль. Сөйтіп мен алдында сол разговорный сериалдарды, нелерді күнделікті қайталанатын заттарды тыңдап жүрдім. Басында түк түсінбейтін едім. Просто тыңдап жүретінмін. Жаңағы телефонға не дейді, флешка бұрын еді, MP3 деген. Сонымен не қылып, наушник алып, сонымен тыңдап жүретін едім. Тек тыңдап жүрдім мен. Кейін ойладым, өзімнен бастайыншы дедім. Мүлдем лишний сөздерді қолданбаймын. Кейбіреулер мысалы алады да, ағылшын тілін тез мен көзімше болды да, сондай не дейді, сөздікті алады, ағылшын тілі сөздік алады, бәрі сөздерді жаттап жүреді. Жаттайды, мен сөздікті жаттап алдым, мен қанша сөз білем білесің, бірақ сөйлей алмайды. Курсқа қатысып жүргендер көбісі жаңағы upper intermediate дейді, intermediate, жаңағы advanced, бірақ сөйлей алмайды. Біледі, бірақ сөйлей алмайды. Грамматикадан жақсы, бірақ сөйлей алмайды. Сөйлейтін болса, бірінші миында ойлап, қазір не айтамын деп, қайсы нені қолданамын деп, кейін автомат түрде кетпейді да, бірінші ойланып, кейін кетеді. Сөйттім дағын, тыңдадым, кейін жатақхана өзімнен бастадым. Күнделікті не істеймін мен? Күнделікті не киемін? This is a t-shirt, this is a jeans, и так далее. Бүкіл киімімді жаттап шықтым. Көйлегім бар, анауым бар, мынауым бар, соның бәрін жаттадым. Өзім жаңағы қолым бәрін жаттадым. Кейін күнде таңда мен киінемін. Мысалы, футболка киемін, жаңағы негім. И киіну деген етістікті жаттадым. Киіну. Иә. Шешу. Мен мысалы таңда киіп кетем, түстен кейін келем де шешем. Футболка, жаттап алдым уже. Аны етістікті жаттап алдым, все, бітті. И мен жаңағы джинсиді де шешем, жаңағы аяқ киім шешем, кием, все, қайталана береді. Дәл қазіргі шақта. Келесі шақта, өткен шақта болса, мен шештім деп айтамын. Мен мынаны шештім. Немесе мен қазір шақта айтатын болса, мен қазір мынаны шешіп жатырмын. Бітті. Өзімді бітірдім ба, мен күнде уже соны сөйлеймін. Таңда тұрамын да, I'm wearing my t-shirt,
жаңағы екі тілі бар, ағылшын тілінде американский стиль и жаңағы британдық стиль. Екі стильде де бір көрдім. Сөйтіп жаңағы кеттім мен бөлме. Бізде жаңағы кухня болатын еді, ас үйі и жатақхана, жататын бөлме, туалет, жаңағы ванна, душпен. Күнделікті қайталанатын заттар. Мен алам жаңағы таңда тұрам, тұрдым деген сөз жаттаймын. Мен мысалы қазақша бүйтіп жатамын, мен тұруым керек. Тұрдым деген жаттаймын. Кейін отырсам отырдым, жатсам жаттым деген сөз жаттаймын, болды. Мен сол іс-қимылды жасап жатқан кезде мен соны айтып отырамын. Кейін жаңағы жуынатын бөлмеде бірінші жаңағы душтан бастадым. Сол жердегі бүкіл заттар, жаңағы щетка бар, анау бар, сабын бар, басқа бар, жуыну деген сөз қалай, бүкіл солар жаттап шықтым. И душқа барған кезде мен тек ағылшынша сөйлеймін. Жаттап қойдым бәрін. Мен бүкіл іс-қимылымды ағылшынша сөйлеймін. Кейін жаңағы ас үйінде таңғы ас ішем. Мынау жаңағы жұмыртқа, басқа, мен жұмыртқа дайындап жатырмын. Жаңағы жұмыртқа өте дәмді. Кейін мен жаңағы прилагательное көштім. Жұмыртқа өте дәмді, маған ұнады, сондай сөздер. Бүкіл жаңағы бөлмемде бүкіл сөздер жаттап шықтым да, мен уже ағылшынша сөйлей бастадым. Түсініңіз ба? Ағылшынша сөйлей бастадым. Мен бөлмеде 4 бала жататын еді, үшеуіне айттым. Жігіттер, сендер мен қазақша орысша сөйлей беріңдер, мен сендерге ағылшынша жауап беремін, қолымнан келгенше деп. Олар басында үстінен күлген. Мен басында дұрыс сөйлей алмайтын едім. Көп ойланып бүйтіп, бірақ жаңағы білген сияқты деп айта салатын едім да, бірақ қазақша сөйлемейтін едім. Түсініңіз ба? Маған тез үйрену керек болды. И бөлмем бүкіл бітіріп шыққаннан кейін маған ары кетсе бір ай кетті оған. Ары қарай өте оңай болды. Кейін оны бітірген соң мен университетке көштім, сабаққа. Сабақта жаңағы парта мынау мұғалім бүкіл сол жерді жаттап алдым да, тоже солай кетті. Кейін жатақханадан университетке баратын жолды жаттадым. Жаңағы мынау ағаш, мынау таксиге отыратын болсам, қанша оған берем, қанша ол мен просто тыңдап отырамын, жазып отырамын, қандай сөздерді жаттауым керек екенін. И солай 3 айдың ішінде мен 7 меңгердім. Кейін ағылшын тілінен как раз 3 айдан кейін конференция болды. Сол конференцияға қатысқан кезде ағылшын тілі филологиясының мұғалімдері бірінші орын берген кезде маған бір мұғалім айтты: балам, сен мектепті Америкада бітіргесің ба деді. Мен айттым: жоқ ағай, мен 3 ай ғана болды ағылшын тілі үйреніп жүрген, жатақханада өзімізде сол жерде үйрендім десем, сенбеді, ешкім сенген жоқ. Өйткені мен акцентімді бәрі келіп тұр, өйткені көп тыңдадым, басқан бәрін жасадым. Сол методика. Мына жақта оқуға ағылшын тілі курсы жасаған кезде сол методикамен кетті бізде. 3 ай мен гонять ететін едім балдарды. Бірінші мақсатын сұрайтын едім: не үшін келдің? Америкаға кетесің ба, оқуға түсесің ба, не үшін саған ағылшын тілі керек? И сол методикамен мен жаңағы задание берем, бүкіл бөлмеңді жаттап шығасың, басқа қыласың. Сабаққа кеш келгенде кіргізбеймін. Ақша төледі, төлемеді, не важно уже. Ол дисциплинированный болу керек. Егер бір нәрсені қатты қаласа, тек сонымен концентрация болады, и соны істеу керек. Адамдарға сондай жетпей жүрген. Қазір де сондай. Жас кәсіпкерлер болсын, көбісіне не дейді, мотивация жетпейді. Біреу былай айтқанда көтіне тебу керек болады. Соны қалап жүреді да. Өздері бүйтіп деп жүре береді. Сол біз көтке тебетін адам біз болғанбыз да, негізі. Былай егер есі жоқ, кесіп тастайсыздар. Солай методикам. Қазір енді көріп отқан көрермендер болсын, жастар болсын, оларға да пайдасы тиеді. Пайдасы тисе қатты қуанамын. Өйткені маған өте қатты пайда тиді. Мен тек ол ағылшын тілі, жаңағы НТ-ға түсу емес, университетте бүкіл система, мен системаға қараймын. Маған ұнамаса, не то да, ол жерде не то, система неправильная. Мысалы, сабаққа келесің, университетте жүрген кезде мен туризм оқып жатырмын. Мен бірінші курсқа түскеннен бастап, мен оқуды бітірген соң қай жерде жұмыс істеймін деп сұрақ қойдым өзіме. Қандай айлық болар екен примерно деп сұрақ қойып жүретін. И алдында деканатқа барып, жаңағы соңғы 4 жылда оқуды бітірген балдар қай жерге жұмысқа тұрды. Білесіздер ме деп, соның списогін алсам, 80% өз мамандығымен жұмыс жасамайды. Базарда, жаңағы таксист, анау-мынау, онда ойладым 4 жыл неге оқиды деп. Көбісі жаңағы контрактный основада оқиды, ақша беріп. Не үшін 4 жыл уақытын кетірер екен деп маған қызық болды. И системаға қарасам, бәрінде тәжірибе жоқ. Теория, тек қана теория и тәжірибе жоқ.
Практика бізде болады бірінші курста. Түркістан маңайындағы жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің музейін, жаңағы Арыстан Баб музейі, туристический сондай, туристер келетін жердің музейлерді сол жерде өтесің практиканы. Ол жерде қалай өтеді? Жаңағы балдар барады, 500 теңгесін береді, бір ай практика, 500 теңгесін береді, бір айдан кейін келеді, ана практика қағазына печатьмен қолына алып кетеді. Система солай қалыптасқан, ешкім бармайды ол жерге. Кейін мен ойладым, маған бұл тура келмейді. Бірінші курстан мен сразу менің мамандығымда Google-ға қарап, топ-5 мықты компания соларды іздедім. Олар Риксис президент Астана, гостиница Алматыда, Интерконтиненталь Алматы болды. И мен звондадым оларға. Интерконтиненталь Алматыға звондадым. Мен есімім Рустем Ермекбай. Мен сіздерге, маған тәжірибе керек. Бір ай менде практика болады. Сіздерге мен өзім қаражатыммен келейін, сол жерде квартира жалдайын. Тегін жұмыс жасап берейін. Бір ай. Маған практика керек. Сіздер маған соны рұқсат беріңіздер. Олар басында сенбеді, келе беріңіз деп қоя салды отдел кадр. Мен жаңа стипендия жиған ақша мен үйге еще жіберетін едім, жаңа 7000 теңге бар ғой. Үйге жіберем, еще жаңа өзіме алып қаламын. Киінесің, білмеймін қалай жететін еді, бірақ жететін еді. Қазір мысалы миллиондаған ақша жетпейді ғой. Сол кезде жететін еді. Сөйтіп жаңағы Алматыға келдім, квартира жалдадым. Сөйтіп гостиницаға барған кезде олар таң қалды. Сіз қалай тегін жұмыс жасайын деп жатсыз ба деп, олар ондай көрмеген да, түсінесіз ба? Мен тегін маған керек дедім. Не айтсаңдар да істеймін, бірақ осы гостиницада маған печаттарың керек дедім. Сөйттім дағын, олар жарайды деді. Кейін университетпен договор, біз договорым болу керек университетпен практикаға деген. Мен кейін университетке звондап, ректорларды басыма көтеріп, маған договор жасап беріңдер, юристтерін көтеріп, университетпен жаңа Интерконтинентальдің арасында договор, практикалық договор түзгем. Мен арқамнан кейін университет әрі дейін жылда студенттерді тәжірибеге жібереді. Бұрын жаңа ар жақта жүретін еді. Сөйтімнен келесі жыл мен Риксиске кеттім солай. Жаңағы официант болып жұмыс жасадым, көбінесе посуда жуып отыратын. Просто жаңа қалдықтарды жуып, сөйтіп жүретін. И сол жерде жұмыс істейтін адамдар 80 000 айлық алады. Маған айтатын еді, біз сен істеп жатқан жұмысты біз істеп жатырмық. Сен сол жақтан келдің, жаңа өзің ақшаңа пәтер, еш миына сыймайды, пәтер жалдап отырсың, и тегін жұмыс жасап отырсың, посуда жуып. Не үшін істеп жатсың сен деп. Мен айтам, 4 жылдан кейін маған керек болады бұл деп. Сол кезде мен не қылатын едім. Қызық болғаны, 4-ші курста мен бітірдім. Алматыға қазуға түстім, оның системасы да бөлек негіз. Бітірдім да, жұмысқа тұрған кезде мен жаңағы официант болып жұмыс жүрдім ғой. Уже 80 000 айлық маған ұнаған жоқ ол статистика. Мен официант болып жұмыс жасамаймын деп. Бір жерге жұмысқа кірсең, сен тұрақты болып қалып қаласың көбінесе. Өсуің қиын болады. Маған ресепшн ұнады. Мен жаңағы ол жерде стратегия, өйткені практика кезінде мен бүкіл отделдерді өтіп кеттім ғой. Отдел кадровты өттім. Отдел кадровты қалай? Жаңағы жұмыс іздеп келетіндер резюме алып келеді. Бір қағаз интернеттен бәрі одинаковый да. Күлесің. Мынандай стопкада тұрады бізде архивке. Бәрі одинаковый, бәрі пунктуальный, бәрі ответственный, бәрі жаңағы адамгершілігі жақсы. Сондай да. Интернеттен алынған, еш қиналмайды да. Интернеттен распечатать етеді, жылын жазады, телефон жазады, анау-мынаусын жазады. Бәрі сондай, пунктуальный анау-мынау. И ана жерде мен ойладым, конкуренция, бәсекелестік деген болады. Сіз бір жерге киім алған кезіңізде, сіз мысалы 10 киімнің ішінен біреуін таңдайсыз. Қайсысы сізге ұнайды, қайсысы более яркий, қайсысы сіздің стиліңізге сай келеді, соны таңдайсыз. Сол сияқты адамдар товар сияқты. Түсініңіз ба? Мен солай түсінемін. Адамдар да товар өзін сата білу керек. Басқалардан бәсекелі көріну керек. Мысалы, партада егер бір какой-то конкурс болатын болса, басқа болатын болса, 30 адам отыр, соның біреуі ғана жеңеді. Кім ең мықтысы болады, кім жаңа өзін сата біледі, бәсекелеске жақсы болады, сол жеңіп кетеді. Қалған 29 все. Сол сияқты ана резюмелермен. Мен бүкіл система сондай. Мен сразу айттым, егер сол қанша стопканың арасында, хотя біреу цветной жасағанда, сразу өтіп бара жатқанда көзің көрінеді. Қызғасын, интерес, интрига бар. Сөйтіп жаңағы мен отдел кадровқа кірмей, прямой уже білем, лицо принимающее решение, ол бастық. Мен соған кірдім, мен Мехмет беймен жаңағы встречам бар деп секретарьға айттым, маған айтыңыз деп Мехмет бейге. Ол жерде ондай система жоқ та.
түсінбеді аналар, мен жаңағы жақсы киініп келдім. Сөйтіп, білмеймін қалай, бірақ окей деді, я кіргізіп жіберді. Кірдім дағын, айттым, менде мынандай документтер. Мехмет Бей дедім, мен есімім Рүстем дедім. Мені қараңыз, мынау спортта, менде бокста кандидат мастер спортта. Мынау бокстағы нәтижелерім, дипломдар. Мынау жаңа университетте республиканский олимпиада, ана олимпиада, мына олимпиада сол қатысқан, мынау жетістіктер. Мынау жаңа научный деятельностегі жетістіктер, жаңа конференция, мыналарда қатысқан. Мынау тағы мына жақтағы жетістіктер. Мен сіздерде практика өткен, бірақ ана отделде бәрін көрсеттім, айттым. Мен ресепшнде жұмыс істегім келеді. Ол жерде мен тәжірибем жоқ. Бірақ қарасаңыз, мынау дипломдар бәрі әр түрлі салада. Қай салада мен жұмыс істеген болсам да, мен сол жерде награда алып кетем. Қолымнан келеді. Сіз маған ресепшнге жұмысқа беріңіз, мен ол жерде өзімді көрсетем. Қазір тәжірибем болмаса да мен үйренем, білем, бірақ мынау статистика, менің нәтижелерім көрсетіп тұр. Мен мына жақта да алып кетем деген. Менің қалап атқан айлығым 150 мың теңге ма? Жоқ, 180 мың теңге дедім. 180 мың теңге, менің телефон нөмірім. Егер мен сізге керек болсам, сіз маған звондайсыз. Хорошо? Дедім де сөйтіп алдым, шығып кеттім. Кейін бекер айттым. Бір апта жүрдім, шақырған жоқ, ешкім звондаған жоқ. Сөйтіп ағылшын тілі мұғалім болып, университетке түстім ғой Казгуге. Бізге негізі жұмысқа тұруға болмайды. Магистранттар, ол научный уже не қылады, грант болғандықтан не қылады, болмайды жұмысқа тұруға. Сонда да маған жұмыс керек болды. Ана уже теория қызық емес. Бір аптадан кейін мен мұғалім болып, енді бірінші күн жұмысқа шыққан енді звондады, интерконтинентальдан звондады да, сізді алды жұмысқа, келіңіз, документтерді тапсырдыңыз. Сөйтіп отдел кадрға барып документ тапсырған кезде аналар шок. Менде Өзбекстан паспорты. 2011 жыл. Бізде ол кезде паспортты мен 3 жылдың ішінде алдым, азаматтықты. Сөйтті да аналар шок, сені бастығы өзі алып қойды, біз қазір енді сенің документің дұрыс емес дейтін болсақ, біз кінәлі болып шығамыз, сен бізді поставлять еттің деп. Мен айттым, бір апта уақыт беріңдер, мен сендерге документ туралап келем. Олар да сенген жоқ. Мен де білмеймін қалай істейтінді, бірақ Шымкентке барым, Шымкентке тапсырғам документтерді. Миграционный полицияда 3 күн жаттым бастығың қасында. Кетпедім ешқайда. Маған, мен сізде басқа возможность жоқ дедім, басқа выборыңыз жоқ. Маған жасап бересіз, немесе мен осы жерде отыра беремін деп. Сөйтіп жаңағы бір аптаның ішінде азаматтық алып келдім. Сөйтіп жұмысқа тұрдым. Магистратураға оқуға түскенде де дәл сондай система. Мен келдім, 44 абитуриент, кандидат. Оның 43-і Казгудың түлектері. Мен тек қана анау шет Түркістаннан келген бала. Приемный комиссия документ тапсырып жатырмын, үлкен апай айтты маған. Балам, саған бұл жерде нан жоқ. Әрекет жасамай қойса документіңді алып кете бер деді. Мен сұрадым, неге десем, сен уже 44-шісің дейді. Өзі гранттың орны аз деді. Преимущество Казгудың студенттеріне береді деді. По-любому соларға береді деді. Сосын олар ағылшын жақсы меңгерген деді, ағылшын тілін жақсы біледі. Олар, саған нан жоқ деді, короче. Грантқа нан жоқ деді. Мен айттым, апай, тапсыра берейінші дедім. Сонша жақтан келдім, мен просто тапсырып көрейін. Болмаса болмайды, ничего страшного. И ол жерде де система. Түсіңіз ба? Мен анау 44 кандидаттың ішіне, 43 кандидаттың ішіне мен алатындай болуым керек. Тесттің нәтижесінен басқа мен документально подтвержденный болуым керек. Менің резюмем 5 бет, цветной. Басқалардікі бір бет болса, менде 5 бет. Бүкіл кішкентай кезімнен бастап бүкіл резюме жасап шыққам. Әдемілеп упаковать еткем. Жаңағы сызып, не қылып, картинкалармен, диаграммалармен, түсініңіз бе? Резюме сондай менде. Сосын бүкіл жаңағы қайттан сол нәтижелердің копияларын бәрін жасап, не қылып, сөйтіп апардым, тапсырдым. Тест өтті. Тест өткеннен кейін бір ай біз жүрдік, күтіп результатты. Бір айдан кейін оқуға түскендердің тізімінде мен бірінші болып тұрмын списокте. Сөйтіп оқуға түсіп келген кезде декан мен завкафедра өздері күтіп алған мен. И жаңағы экскурсия жасаған Казгуда. Олар ойлады, мен жаңағы мықты научный сотрудник, арғы докторский болып, жаңағы не дейді, профессор, ғылым болып кетеді деп, оларға сол керек статистика үшін. Сөйтіп бір жылдан кейін мен есептесем бірінші класстан бірінші курс магистратураға дейін, неше жыл білмеймін, бәрі 5-ке біткен. Круглый отличник болам.
сөйтіп бір жерден синдром отличника деген статьяны жаңағы мақаланы оқып алдым. Синдром отличника деген мақала сол менің түбегейлі ойымды өзгертіп жіберді. Ол жерде жазады, отличниктер дейді, мысалы алтын белгіге мектеп оқушысы тапсырып жатыр, әрекет жасап жатыр, бәрі 5-ке келіп жатыр. Попробуй 10-ші класстан 3 қойып қойыр дейді да. Не істей екен ол? Ол алады да, все, бітті. Тоқтайды. Бәрі бір алтын белгі аламайым, әрекет жасап, смыслы жоқ. Не қылам әрекет жасап дейді, сым кетеді. Болды, бітті, тоқтайды. Ол адамдар отличниктер, мысалы жұмысқа тұрған кезде де басқа келгенде әрекет жасайды бір нәрсеге, әрекет жасап, өмір саған бір какой-то біреу немесе аяғыңнан шалып жіберсе, құласаң, олар тұрмайды. Түсініңіз ғой? Өзінің арманын бүйтіп көміп тастайды сол жерде. Бәрі болмайды ғой, зачем? Бәрі әрекет жасадан болмайды ғой, бәрі деп қоя салады. Ал троечниктер, оларға пофиг, олар жығылып үйреніп қалған. Үш қояды, жаңағы не қылады, басқаға олар тұрады да қағанады, кете береді дальше. Түсініңіз ба? И статистикаға қарасаңыз, бүкіл миллиардерлердің бәрі жаңағы мектеп көбісі оқымаған. Соны оқып алдым да университетке бармай қойдым практически. Бармай қойдым, ой, не істесеңдер деп. Екінші курс полный үш болды. Сол сияқты адам қаншалықты тоқ болса, соншалықты ойлау қабілеті выживание дейді. Бізде сондай болған кішкентай кезімізде. Выживание деген нәрсе бар. Бүкіл бізге миымызға құйып тастаған системаның бәрі қате. 80% болсын, 70% ол адамға байланысты. Қайсысын сен қате деп білсең, значит қате ол. Өзің жолың таңдайсың. Мысалы, талпа былай кететін болса, сен қарайсың, сол талпамен кететін болсаң, сен өзің мақсатыңа жетесің бе, жетпейсің бе? Жетпейтін болсаң, сол тоқтайсың сол жерде. Бірінші шаг, бірінші қадам тоқтау білу. Кете бермеу. Мысалы, бір жерге жұмысқа тұратын болсаң, 5 жыл минимум, 3 жыл уақытың кетеді. Сен кете алмайсың ол жерде. Мен, мысалы, 1,5 жыл кете алмадым интерконтинентальдан. Кредитің бар, жаңағы квартираң ақшасы бар, ол ай сайын келіп тұратын. Кетіп қалсаң, ананы төлей алмай қаласың. И жаңағы страх. Қорқыныш пайда болады да, сөйтсең жүре бересің. 10 жылың өтеді, 15 жылың, 20 жылың өтеді, бітті. Соны төлеумен, соны немен, крысиный бега жүре бересің. Ең бірінші шаг, сол жерде тоқтайсың. Мынау кететін болса, мен жаңағы генеральный директор қарадым, айттым, бір апта жұмысқа тұрдым, қуанып жүрдім, аны бәрі не дейді, университетте оқып жүрген балдар күшті деп сен қалай жұмыс. Ешкім жұмыс жасамайды, тек мен ғана жұмыс жасаймын. Стипендия бар, плюс айлық бар, прям жақсы өмір сүру болды. Жаңа служебный автомобиль бар, келіп өзі алып кететін. Бірақ бір аптаға ғана созылды да. Мен просто генеральный директор өтіп бара жатқанда жасына қарадым и табысына қарадым. И маған ол статистика ұнаған жоқ, көрдіңіз бе? Ал мен сол жерде қалып кететін болсам, мен жүре беретінмін. Қазір білмеймін, мен мүмкін менеджер болатын едім бір жерде. Айлығым сол кезден, мысалы, 5 жыл өтті ма? 5 жыл өтсе, 2-3 есе ғана өседі. 3 есе точно өспейтін еді, 2 есе өсу мүмкін еді. Бірақ таңғы 9-дан мен кешкі 6-ға дейін бір жерде жүре бересің. Түсіңіз ба? И мен қазір 3 жыл өтті ма? 3 жыл емес 4 жыл өттім. 4 жыл өтті, бизнес сол идея келгеннен, мен ана генеральный директорден қазір 10 есе көп ақша табамын. Мен мысалы жұмысқа тұрған кезінде генеральный директор менен 10 есе көп табатын еді ғой. Ал маған сол табыс табу үшін, егер сол жерде қалғанымда 25 жылдай уақыт кететін еді. Ал мен 4 жыл өтті, сол генеральныйден 10 есе көп табып жатырмын. Өзіме 22 жыл қысқарттым уақытты. Түсіңіз ба? 22 жыл өмір мен тоқтатып, не дейді? 22 жыл. Енді әркімнің қолынан да келмеуі де мүмкін ол. Просто егер сондай 100 адамның бірі болуы мүмкін, қабілеті бар болса, өзі сондай нестандартный ойлап істейтін болса, әрекет жасай беру керек. Не дейді? Препятствия негізі жоқ. Біз просто бар деп ойлаймыз да. Мен қазір сол тақырыпты зерттеп жүрмін. Мидың адам не дейді, ойлау қабілетін вообще. Ми негізі жаман нәрсе. Опасный нәрсе. Ми комфортқа үйреніп қалған. Стабильный. Сен мысалы таңнан кешке дейін жақында бір мақала шығарамын сол жайлы. Таңнан кешке дейін біркелкі нәрсені істейсің. Таңда тұрасың, сразу тісіңді шұқылайсың, немесе түсің жуасың, немесе телефон қарайсың бірінші очередь. Программированный, ми автоматтың соны жасайды. Киінесің, жуынасың, завтрак ішесің, кетесің жұмысыңа, келесің и так далее. Сенің графигің уже сондай. Ми үйреніп қалған.
Иә, ал егер сен басқа нәрсе істейтін болсаң, ми сені тоқтатып тастайды. Егер попробуй сен жаңағы бизнеспен айналыстың да, сен графигің өзгеру керек. Ми сразу саған бүкіл болмайтын нәрселердің бәрін миыңнан қояды. Естете береді. Анау бұл қолынан келмейді. Сондай адамдар кездесіп қалады. Блин, анау әңгімен барсын да. Анау миллиондаған кредит алды да бизнес жасады. Не болды, әні бітті деп. Сондай информациялар келіп, ми соны қабылдай береді. Саған бүкіл негативті. Керек нәрсені қабылдайды, түсініңіз ба? Сондықтан миға шок жасау керек. Арнольд Шварценеггерді зерттедім. Ол кісі мықты жасаған соны. Ол айтады, тренировка жасаған кезде, гантель көтерген кезде, миым біледі дейді, графигімді дейді. Қазір мен мысалы 10 килограммнан бастаймын, 5 подход жасаймын, одан кейін 25 килограмм көтерем, 5 подход жасаймын, 1 минут демалатынын біледі, бәрін біледі миы дейді. И сондықтан жаңағы өсу қиын болады дейді. Ал мен шокировать етемін дейді. 3-4 күн үйреніп қалама бір системаға, ми үйреніп қалғаннан кейін мен аламын да келімді 100 килограмм сразу көтеріп тастаймын дейді. Ми в шоке, организм в шоке. Амал жоқ, приспосабливаться етеді. Түсініңіз бе? И сондай шок жасау арқылы ол солай тез не қылды. Правильный питание, жаңа сондай шок жасау арқылы. Сабыржан Айрин дүкенін Қазақстанның барлық қалаларында бар. Қазақстандағы халықтың кем дегенде жартысынан көбі біледі десек болады. Бірақ дүкенді білгенмен дүкеннің басшысын көбісі біле бермейді. Яғни сізді халық тани бермейді. Мысалы, шетелдік бизнесмендер қарапайым көрші Ресей еліндегі мысалы Портнягин болсын, Аяз Шабуддинов болсын, немесе еліміздегі мысалы Қайрат Құдайберген секілді бизнесмендер өздеріне пиар жасайды, өздерін танымал етеді. Ал сіз неге олай жасамайсыз? Қызық сұрақ. Мен осы тақырыпқа енді келе жатырмын. Соның арқасында сіздер мені шақырдыңыздар. Ол да пиардың бір түрі. Мен бастағаннан одиночка болдым. Ешқайда шықпай, ешкіммен сөйлеспей, көбінесе араласпай, тек өзім жұмыс жасадым. Бірақ уақыт өте келе түсіндім, қазір трендке қарасам, басқа личный брендинг деген өте маңызды деген. Өйткені қаншалықты мықты бизнесмен болсын, мықты адам болсын, знаменитость болсын, бірақ инстаграмда подписчигі аз болатын болса, оған қарағанда ана Вайнер Брауз продажаға жақсы ол. Вайнер Брауз мен мына жерде аштым бір нәрсені дейтін болса, мысалы, соған 1000 адам барады, допустим. Ал известный адам әйтеуір бір жерде айтатын болса, оған жаңағы 50 адам барып қалуы мүмкін. Түсініңіз ба? Мен сол соотношениені түсінбей қойдым. Тренд өте тез өзгеріп жатыр. Мен кешіктім негізі шамалы. Бірақ қазірден сонымен жұмыс жасап жатырмын. Жайлап. Бұны кеше танысып жатырық, Рашевпен таныстық, Әлшер Елікбаев ағамызбен таныстық, Сәуле Серғазин, это блогерлер, өте мықты кісілер, өте мықты кісілер. Кәсіпкерлермен араласып жатыр. Кәсіпкерлер маған қатты ұнағаны араласа бастағаннан кейін. Бәрі бір-бірін қолдап жүреді, бір-бірін көтеріп жүреді. Маған сол қатты ұнап жүр. Біз, мысалы, мен достарым жазады, біреумен танысатын болсам, сізбен таныспақшым, бір бизнесменмен танысатын болсам, сізбен таныспақшым, мен де осылай несімен айналсам, араласып жүрсек деп, я, дұрыс айтасыз, біз и так азбыз дейді, ол кісілер жазады. Біз и так азбыз, бірге бірікпесек болмайды. Бір-біріміз қолдап жүрек, давай деп не қылады. Сондықтан мен енді келе жатырмын ондай тақырыпқа, білмеймін қалай болатыны ары қарай. Қазір елімізде немесе қазақтардың ғана ойында қалыптасқан бір нәрсе бар. Кез келген жетістікке жету үшін қаражат болу керек, немесе бәке-сәке болу керек дейді. Рүстем Ермекбай осы жетістікке жету жолында бәке-сәкелер көмектесті ме? Маған ешкім көмектескен жоқ. Жаңа тарихтың бәрін айтып өттім ғой. Ешкім көмектескен жоқ. И ол өте бастап жатқан кәсіпкерге ең керек емес нәрсе ақша. Бәрі ақша керек деп ойлайды ғой. Ең керек емес нәрсе ақша деп ойлаймын. Өйткені мен сол ақшаның арқасында біраз қателіктер жасадым да. Түсініңіз ба? Мен бизнесті бастаған кезде жаңа айттым, 100 теңгемен, 30 мың теңге, 20 мың, мына бизнесті 35 мың теңгемен бастаған. Қазір 13 дүкен бар, миллиондаған обороты бар. 35 мың теңге қалтамда бастаған. Ондай бизнесті ашу үшін мүмкін біреулер миллион долларлар керек шығар деп. Ақшаң болса, сол кезде қателіктерді жасайсың. Не істейді адам? Инстаграмды қарайды, бәрі ана офисын көрсетеді, кәсіпкерлердің офисын көрсетеді, кәсіпкерлердің арасында жүр ғой. Ол да алады да барады да жаңа офис алады нормальный жерден.
ремонтын жасайды, Қуаныш Жонбайға қарайды, анаған қарайды, маған аналар бүйтіп не жасапты ғой, мен де жасаймын дейді. Соны жасап алады. Сотрудник ана айтады, мынандай система болу керек, сенде эркипер болу керек, ана болу керек, оны жасайды. Түсінесіз ба? Ал ол қаражат, расход, ай сайын кететін расход. Кейін доходты ойлайды, клиентті соңында ойлайды. Мен бизнесте тұжырымым, қай бір проектті бастайтын болсам, мен бірінші клиентті табуым керек. Еш нәрсе жоқ менде, футболканы да солай бастаған мен. Мысалы, Маккензоны жасаған кезде, Марғұлан Тұрсынбаев, Марғұлан Тұрсынов ЗТБ-дағы Дәурен Габбасов солармен бастаған кезде, оларда идея болды, мен айттым, ешкім білмейді қалай футболка производить ететінді, ешкімде ақшасы жоқ. Мен айттым, давайте 10 күн ішінде 10 миллион теңге табамыз. 10 мың футболка сатамыз деп. Қай жерде, қалай сатамыз, ешкім білмейді. Мен айттым, бірінші давай, за тебе бакеде 500 мың ВКонтакте деп подписчигі бар еді. Айналайын, соның 500 мыңның 10 мың алатын шығар. Проект қызық. Абылайханның несімен, Абайдың келбетімен футболкалар шығарамыз. Сөйтіп, бірінші доставка сол кезде интернеттен, эквайринг деген, интернет-магазин деген енді не қылатыр еді, 2015 жылдың басы. Енді кеватыр еді, енді дамып жатыр еді. Сөйтіп, сол системамен айттым, халық төлейді. Бірінші клиентке егер, давай, бізде қанша ақша кетті? Образец жасадық. Образец жасадық, интернет-магазин өзіміз түнде отырып, түнделетіп жасадық. Бір аптаның ішінде, бір апта. Интернет-эквайрингді Альфа-банкқа жаңағы жүріп, айтишниктер түнгі 3-те, даже біздің сол историямыз Москвадағы Альфа-банктың головной офисіне жетіп барған. Өйткені мен звондап требовать етеді мен. Маған керек кровь из носу. Айналайындар, көмектесіңдер. Біз начинающий предпринимателіміз, көмектесіңдер. Эквайрингді 15 күн ішіне қойып береміз деген да. Маған айтты, маған бүгін керек, немесе ертең керек. Айтишниктеріңіз нөмірін беріңіз. Ол айтишникпен біраз жаңа звондап, оны уговорить, оған продавать етіп, давай сен көмектесші деп түнгі 3-те оятып алып, сөйтіп не қылып жасағамыз. Бірінші клиент табасын, кейін нені басқасын іздейсің. Мысалы, бір товарды образецін шығарасын, клиент іздейсің. Клиент шығады, предоплатасын аласың. Предоплатасын аласың да, кейін сол предоплатаға ананы жасайсың, клиентке бересің, қалса ақша сол сенің қалғаны. Егер клиентке сол ұнап жатса, сен көп жасайсың, солай кейін офис аласың, солай кейін сотрудник аласың. Бірақ оның да несі бар. Мен мысалы сотрудниктің біздің штат көйіп кетті. Мен қазір соңғы 3 күн анализ жасап, бір ғана шешімім, қысқа ғана бір шешімім, бір ауыз сөз. 3 жылдың ішінде 108 миллион теңге экономить етеді. Елімізде қазіргі уақытта мықты жігіттер көп, бизнес саласында болсын, басқа салада болсын, бірақ жұмыс істемей бір орында тұрып қалған адамдар да көп та. Керісінше деградацияға ұшырап жатқандар да көп. Жалпы сұрақ қазақ жігіттеріне көңіліңіз толады ма? Өте жақсы сұрақ. Былай қарасам, біз Америкаға қатты еліктеп кеткенбіз, батысқа қатты еліктеп кеткенбіз, бірақ біздің қазақ жігіттері болсын, біз қазақ халқына мен риза болатыным, қай жерде болса да тез сіңісіп кетеді. Гибкий. Өте гибкий да, бизнес саласында, мысалы, біз тәуелсіздік алғанымыз 91 жылдан бері неше жыл болды? 20 жыл, 21 жыл болып отыр ма? Жоқ, 27 жыл болып отыр. Енді Американың тәуелсіздігі қашан алған? 1861-де ма? 1861-де алған, Олар 200 жылдан асып кетті. Біздікі енді 27 жыл. Сосын біз жаңағы Ресейдің қысымымен өмір сүргенбіз. Басып тастаған бізді. Енді тәуелсіздік алғаннан кейінгі нелерді қарасам, Ресей қазір жақсы дамып жатыр. Сосын кейбір салаларда біз мықтымыз. Кәсіпкерлерді қарайтын болсам, кәсіпкерлер тез адаптация жасайды. Ресейде бір нәрсе басталды, ол Америкадан бірінші басталып келеді, кейін Ресейге келеді. Ресейден келеді, қазір кейін бізге келеді. Біздің балдар қайсысы тез не қылады? Тез кірісіп кетеді, тез сіңісіп кетеді, трендті ұстап отыр. Қалып қойған жоқ. Бұрын опасный еді. Мен мысалы Алматыға алғаш келген кезімде мен ойлаған, мәссаған, мына жақта қанша ақша теріп алу керек қой деп. Просто жұмыс істеп теріп алу керек. Көбісі істегісі келмейтін деп көрінетін еді маған. Ақтауға бардым 2015 жыл. Ақтауда действительно мына жерде жатқан ақша ғой, просто теріп алу керек, сыпырып алу керек деп.
ана жерде набережныйда мыңдаған адам шомылады. Мен өзім барып шомылдым. Бірақ бір салқын жерде жаңағы мороженое жоқ, бір не сусын жоқ. Сол жерді қоятын болсаң, біз сол идеямен келді, біз тоқтап қалдық екен. Қандай бизнес болатын еді? Қазір міне ЖКС ашты, набережныйда 5 точка. Сол сияқты қазақ жігіттеріне, мына қазір айырылысатын кәсіпкерлер өте пысық, уже өмірді көрген, бизнесті көрген адамдар, солармен әңгімелесу өте қызық. Көп сөйлемейді, аз сөйлейді, көп ақыл айтпайды. Сұрасаң ғана айтады, сұрамасаң айтпайды, навязывать етпейді. Ал бізде басқа жаңағы бизнес бастап жатқан кете береді, ақыл айтқыш болып кетеді, ақыл айтқыштар көп. Өте көп, бірақ өзіне келгенде істемейді сол ақылды, өзіне қолданбайды. Ал бизнесмендерде вообще басқаша. Сана сезім басқаша. Олар өзімен жұмыс жасаған лидерлер. Өзін жеңген адамдар, өзінің кемшіліктерін жеңген адамдар. Өзін жаңағы арманына жету жолында басқаша ойлап тауып системаны. Мен жаңағы бизнес келген, мен әшім етіп кеп қалдым ғой. Бизнесмен болам деген жоқпын, ойлаған жоқпын. Просто жасадым, қолымнан келді, істедім. Ошибкалар да болды. Ал енді мен жаңағы түсініп жатырмын, мен ары қарай действительно бизнесмен кетем. Енді маған сондықтан бизнесмен болудың жолдарын үйрену керек. Мен өткен басында келгенде ақша табудың жолдарын ойладым. Маған жаңағы пәтерімді алуым керек болды, машинамды алуым керек, сол базовый нен бірінші. Сол этаптан өттім. Кейін ценностер, жаңағы не дейді, құндылықтар өзгерді. Қазір ақша қатты маңызды емес уже. Қазір мынандай более философия, ақыл, мудрость, ақыл ғой, сана сезім, солар маңызды тұр, отбасы. Сондықтан қазақ жігіттері шетелде де болсын, басқа жерде де болсын, спортсмендерді қараңызшы, қалай мойындатып отыр. Димаш Құдайберген, Головкин, Қанат Ислам. Қазақстанды бұрын мен 2010-да Түркістанда жүрген кезде Чикагодан бір Майк деген бір жігіт келген. От сол ұялғанды, мен как раз ағылшынша үйреніп жүрмін ғой. 2010-да деппін ғой, 2007-де ме, 2008-де ме. Енді ағылшынша үйреніп жүрмін. Менің стратегиям бойынша туристер қай жерде жүреді, мен соларға барып бесплатно жаңағы не дейді, тур экскурсия жасаймын ағылшын тілінде. Үйренуім керек болды ғой. Сөйтіп мен сұрадым сол Майктан, қалай келдің деп. Ол әшін бүйтіп карта бойынша алдым, Әзербайжанға бірінші түстім. Кейін қарасам, маған Өзбекстанға бару керек еді. Сөйтіп Каспий арқылы жаңағы Ақтауға келдім. Сөйтіп Түркістан, Ақтау мен Қызылорда, бүйтіп Түркістанға келіп, арғы Ташкент кету керек та ол автостоппен. Қазақстан жайлы қайдан білесің десем, даже бар екенін білген жоқпын дейді. Бұндай мемлекет бар екен картада. Біз ешкім білмейді дейді ол жақта. Тек ана неден білдім дейді, Бораттан білдім дейді. Кейін мен ойладым, Борат. Мен білмеймін ғой Боратты ол кезде. Борат, мен ана көшпенділер деп ойладым. Кино деді да ол. This is a movie деді, Борат. Мен сол жерден ағылшын тілін, не дейді, қазақ тілін, Қазақстанның жайлы сол жерде білдім дейді. Біз енді бүйтіп, бір какой-то активностер болып жатыр. Ана жақта, Ресейде, Америкада вообще мүлдем басқа. Мен Америкаға барғым келіп жүр, бірақ әлі барған жоқпын. Ол жақта барған балдар айтады, мүлдем басқаша дейді. Адам өмір сүрудің, мысалы, таңда обязательно бесте тұрады, обязательно жүгіреді. Ол график сондай. Көп нәрсені үлгереді дейді. Ресейде де байқағанымыз сондай уже болғанда, парктерден адамдардың өмір сүруімен әңгімелесу басқаша. Бізде енді келіп жатыр. Мүмкін алдағы уақытта сондай Димаш болсын, тағы бір мүмкін жұлдыздар болатын болса, бізде сөйтіп вау деп барып, жаңа подаркымызды беріп, біз сондай халықпыз, бізге біреу бір нәрсе бермесе, біз беруіміз қиын. Бірақ қазір өзгере бастады. Бизнесмендермен араласқаннан кейін, ол жерде система сондай. Бірінші бересің, кейін аласың. Біз көбіміз алғымыз келеді да. Өзгеріп жатыр, жаймен өзгеріп жатыр. Жақсы тренд, өте жақсы тренд. Жастар қазір қазақшаға көп мән беріліп жатыр. Қуаныш Шонбайдың бастауында мен байқасам, Қуаныш Шонбай көбісі әрекет жасады негізі. Бірақ бизнеске қатысты Қуаныш Шонбай солай қазақи контент жасап, қазақша сөйлеп, орысша сөйлеу біледі, жақсы біледі. Бірақ қазақша кітап шығарып,
сатылым жаңағы қазір бірақ екінші болма деген кітап ол тренд хит болып жатыр. Басында жаңағы біраз не қылынған болуы мүмкін. Орыс тілін өзі де айтты, орыс тілінде шығарсам егер тез сатылып кететін еді деп. Бірақ мен қазақ сатымды ойлаған жоқ, сол сана сезім. Мен қазір Қуаныш Жонбаймен араласып жүрген, оның шәкірттері бар, солармен араласамыз да. Қарасам 80%-ын алған білімі сол Қуаныш Жонбайдың. Ол тренд жасады. Келді тренд жасады. Сол сияқты кәсіпкерлер көбейетін болса, тренд жасайтын. Сол кезде жастар соларға қарайды, еліктейді, қарайды, үйренеді. Соған қуаныштым негізі. Бір орында тұрған жоқпыз. Деградация болып жатқан жоқ. Тез, егер байқайтын болсаңыз, өте тез өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістердің арасында либо по волне кетіп қаласыз, либо өзіңіздің бұрынғы тұжырымыңызбен, бұрынғы сана сезіммен, бұрынғы привычкалармен, жаңағы қабілетпен қалса, все қалып қаласыз. Карта ойнау білесіз ба? Карта бұрын ойнайтын мен. Покер емес, жаңағы дурак, сондай нәрселер. Қазір бағдарламаның тұрақты айдары бар, соған кезек берейік. Картадағы номерларды деймін ба, нелерді айтамын, карталарды айтамын. Сіз сол бойынша Қазақстандағы бизнесмендерді айтып берсеңіз, өз ойыңызбен. Қазақстандағы бизнесмендердің ішінде валетті кім деп айта аласыз? Так, валет деп, сол Қуаныш Жонбайларды айта аламын мен. Қуаныш Жонбай, Қайрат Құдайберген, сосын кімдерді айта аламын. Нұрбол Бекботаев қазір келіп жатыр. Біраз бизнесмендер бар. Именно валет дегенде олар жас, тез дамып жатыр, тез қалып тренд алып келіп жатқан адамдар солар көбінесе. Ал дамалар? Дамалардан қазір нағыз дамы кім? Дана партнерс дегенде. Дана Шайх Исламова. Фамилиясы сондай шығар. Сосын кім бар? Ләйла ханым. Білесіз ғой? Иә. Ол кісі бизнеске де, ол жақсы бизнесмен, өте қатты ұнатамын сол кісіні. И дама ретінде прям сол кісі өте жақсы келеді. А корольдерді? Корольдер енді ол сол біздің нелер. Тимур Кулебаевты айтсаңыз болады. Жаңа кімдер? Болат Өтемұратов, Айдын Рахимбаев, кімдер бар? Арманжан Байтасов. Солар корольдер деп. Ал тұз? Тұз Марғұлан Сейсенбай. Маған ол кісінің несі қатты ұнайды. Білмеймін, тұз деп сол кісіні білемін. Пока. Сіз бизнесмен шақырып тұрып, ақша туралы сөз қозғамау мүмкін емес деп ойлаймын. Жаңа өзіңізде біраз ақша туралы нәрселер айтып жатсыз. 55 жасар басыңыздан кезінде осы 4 жыл бұрын 10 есе аз тапсаңыз, қазір 10 есе көп табасыз. Сонда қанша ол? Коммерческий тайна болып қалса бола ма? Просто есептеңіз де, генеральный директордың айлығы қанша, өзіңіз кете саласыз ғой. Дәл қазір сіздің портмонеңізде қанша бар? Мен портмонем жоқ, дәл қазір. Машинеде карточка бар, карточкада $2000 бар. Қазір доллармен сөйлемейді ғой енді, 700 000 теңгедей бар. Карточкада ғана, қалтамда 5000 теңге бар. Основной карточкада. Қайсысымен кездестіңіз? Темекі, арақ, анаша? Үшеуімен де кездестім, сөзін ашығы керек. Мектеп кезінде біз Өзбекстанда өскен кезде мақтаға баратын едік. Мақтада бізде жабай анаша өсетін. Мен орыс мектепте оқығандықтан, ана жерде бәрін көргенбіз да. Бірақ енді ол мүлдем, ол жер енді прям етіп анаша емес ол. Әшін жабай шөп та, дұрман дейтін еді. Айт. Бірақ рет көргем, мен ондай вообще ұнатпаймын. Бірақ рет просто қызық болған, көргем, ұнаған жоқ. Еш нәрсе бүйтіп, не дейді, қуып кеткен жоқпын, басқаған жоқпын, просто ұйықтадым. Мен ұнамайтын зат болса, мен сразу ұйықтаймын. Арақты сол Түркістанда жүрген мен музейде жұмыс жасадым. Қызық болғаны сондайда, окружение өзің мнениең болмаса, сен солай басқа окружение кіріп, өзгеріп кетесің да. Мен жұмысқа тұрған кезде музейге олардың бәрі шергенде мен білген жоқпын. И олар жаңа, ой, жұмысқа тұрдың ғой, жұмайсың ба? Енді жаңа коллектив. Аналарға жақсы көрінемін деп ойладым да.
негізі ішпейтін баламын. Сөйтіп жарайды бүгін кафеге бара салайық дедік. Кафеде ой жұмысқа тұрдың, молодец, красавчик, анау мынау деп пиво берді. Сол бастағанымды білем, кейін тоқтаған жоқпыз. Өйткені ішпеймін деп айта алмайсың, ішіп қойғасын. Ана жер бәрі жігіттер ғой жүрген. 3 ай жүрдім ба сол жерде жұмыс істеп, каникул кезінде қатты әсер етті. Бірақ мен мысалы бүйтіп қумаймын, басқа қылмаймын, тек пиво ғана, арақ енді көп ішпеймін. Мүлдем қазір вообще ішпейміз, уже бизнеспен айналысқаннан кейін практически ішпейміз. Бірақ енді әркімнің өз ойы бар, өз таңдауы бар. Сондықтан мен қиын енді, ол кішкентай кезде бізде бәрі ішетін еді. Үлкендер бәрі ішетін еді ауылда. Жұмыс жоқ, басқа жоқ, бәрі ішеді, бәрі сондай. Тойларда, ой, жаман болатын еді. Темекі тартам, оны 21 жастан бастап. Бұрын спортта жүрген кезімде біреу темекі тартатын болса, қасымда ұратын едім оны. Ұрып қуып жіберетін едім. Интерконтиненталь жұмыс істеген кезде темекіні айта емес қалай бастағанымды. Интерконтиненталь жұмыс істеген кезде бір қыз болған менен, жаңағы несі үлкен. Практика жасап жүргенде. Должность үлкен, иә. Сол мен, мына судан жумайсың ба деп ұрсып бергенде, мен намысым қатты келіп, ашуланып, егер қазір мен айқайлап беретін болсам, или басып тастайтын болсам оны, сразу все жұмыстан шығасың. Кейін астына түстім, подвалда, сол жерде демалсаң да болады, немесе темекі тартатын орын бар да, сол жерде ғана темекі тартып. Мен сол жерде просто отырмын, ашуланып отырмын. Бір басқа отделден бала келді, көш көрейді деді. Әкел деп бастадым ба, бір отырғанда 5 темекі тартып, кейін шама успокоиться етіп, содан басталды. Қазір тастаймын ғой, қазір тастаймын ғой деп, сонымен кетті. Бір қызық нәрсе, кеше түнде екеуміз түнгі 2-нің кезінде сөйлестік та. Таңғы азанда сағат 5:30-4:30 кезінде история салғанбыз, қайырлы таң қазақ елінде. Күнделікті сағат 5:30-да тұрасыз, иә? Жоқ, мен кеше ұйықтаған жоқпын, 7-де жаттым. 7-де жаттым, 10-да тұрдым жаңа. Менде графигімде сондай, бірақ таңда қазір өзімді заставить етіп жүрмін, 5-те тұрып жұмыс жасауым керек. Кез келген бизнесмен оқуға тиіс дейтін 3 кітабыңыз бар ма? Айта алады. 3-тен көп шығар негізі. Стартап Кавасаки, ол жас кәсіпкерлерге маңызды, маған даже қазір қатысты, ол керек нәрсе. Өте жақсы кітап. Ол бизнеске қатысты. Отношенияға қатысты, бизнеске қатысты, ақшаға қатысты. Жаңағы айтып өткенім Шарманка. Ол проблема, на самом деле, бізде баста. Сен проблеманы өзің ойлап табасың, өзің стрессқа түсесің. Сондықтан анау кітап өте маңызды, ол сана сезімге, өмірге күлімсіреп қарауға, басқаларға қызмет етуге, сол маңызды. 3-ші кітап Дейл Карнегидің «Как влиять на людей и приобретать друзей» деген кітап. Ол да қарым-қатынасқа қатысты. Бүгін бізде қонақта болған Сабыржан Айрин брендінің басшысы Рүстем Бермекбай және мен Нұрбол Шыныбай, Нұрлы күндерде жолыққанша.